Marvel комикстарына негізделген Venom 2 фильмінің алғашқы трейлері пайда болды. Жаңа фильмде симбиот Веноммен бірге өмір сүруге мәжбүр болған журналист Эдди Брок жатқаламдық паразит Карнажбен кездеседі. Sony әлемінде өрмекші адам бар ма? Максималды Карнаж идеясы. Зұлымдар екі ғаламда. Тек алушылар газет бетінде. Мадам Веб мульти әлем кілті атанды. Крейвен аңшы жеке фильмге қол жеткізді. Және тағы да басқа да сұрақтарға тоқталамын. Ендеше кеттік, көреміз. Сыншылардың даулы пікірлеріне қарамастан, таспа кассаларды өзін керемет көрсетіп, $850 миллион астам ақша тапты. Әрине, жалғасы туралы хабарландыру көп күттірмеді. Және биыл бізде қырғын болсын деген атпен жалғасы болды. Энди Серкис 30-дан астам рөл ойнады. Сақина әмірісті эпопеясында голем рөлдерімен және Маймылдар ғаламшары фильміндегі Цезардың кейпін, оның қимылдарын, дауысын салып, осы өнерімен көпшілікке танымал. Энди бүгінгі таңда Venom сиквелін түсіріп, режиссерлік жұмысын шыңдап жатыр. Өз кезегінде фильм режиссері Энди Серкис IGN-ге сұхбат берді. Фильмнің жалғасы бірінші бөлім аяқталған соң, 1,5 жылдан кейін дамып жатқанын растады. Және картинаның басында біз Эдди Брок пен Веномның қалай бірге өмір сүруге тырысып жатқанын көреміз. Екі фильм арасындағы алшақтық өте ұзақ уақыт болған ескере отырып, Том Хардидің кейіпкері қалай өзгергенін көру қызықты болады. Сюжетті Клитуспен дамытудың көптеген әдістері бар. Сол уақытта Сан-Францискода қаһарман ретінде құрылған Venom көпшілік алдында кісі өлтіруші болып шығуы мүмкін. Сол себепті оның ізіне түседі. Эдди Брокқа симбиот мәселені шешуге тырысып, Карнажды табуға тура келеді. Комикстарда Карнаж адам өлтіруден ерекше ләззат алады. Қызылқанды симбиот үнемі өзінің физиологиясын қолданып, адамдарды өлтірген кезде өткір қаруды қолданады. Трейлердің кезекті кадры аңыз Стэн Лиге арналады. Бейнежазба өте қысқа сәт. Сөреде тұрған журналдың мұқабасына мұқият қарасаңыз, Лидің әйгілі көзілдірген киген суретін көре аламыз. Веномның бірінші бөлімінде Стэн Лидің толыққанды эпизоды өтті. Атақты комикс авторы 12 қараша 2018 жылы өмірден өтті. Көптен күткен дебюттік трейлерде жанкүйерлер өрмекші адаммен, тіпті кек алушылармен кейбір байланыстарды тапты. Атап айтқанда, бұл газеттердегі тақырыптармен байланысты. Өз кезегінде режиссер Энди Серкис өзінің алдағы жобасы Marvel киноәлемімен байланысы туралы айтып берді. Әрине, өрмекші адам мен Веномның байланысы Marvel әлемінде де, Sony фильмдерінде де бар. Веномның тарихы бұл өзінің жеке әлемі. Бұл жерде Daily Bugle кадрлары бар. Бірақ қазіргі кезде Эдди Брок өрмекші адамның кім екенін білмейді. Серкистің жауабы өрмекші адам мен басқа кейіпкерлердің Venom әлемінде болуы ықтимал деген болжам жасайтын сияқты. Бірақ кейіпкерлер өрмекші адамды танымайды. Мәселені одан әрі қарай қиындату үшін Morbius трейлерінде Майкл Кейтон сомдаған Эйдрин Тумс пайда болады. Құзғын өрмекші адам үйге оралу фильмінде басты зұлым болған. Ал қазір өзгеріске ұшырап жатқан киноәлемге түсінік беріп көрейік. Өрмекші адам үйден жырақта фильмінің соңында барлық жанкүйерлерді дүр сілкіндірген тағы бір үлкен атау пайда болды. 2002-2007 жылдар аралығында Сами Раймидің өрмекші адам трилогиясында Джей Джона Джеймсінің рөлін ойнаған Джонатан Кимпл Симмонс Daily Bugle газетінің жетекшісі болып оралды. Джеймсон өрмекші адамның шынайы сәйкестігі туралы жаңалықтардың бір бөлігі болды. Енді Sony арнайы Daily Bugle веб-сайтына жетекшілік атқарады. Осы айдың басында Симмонс ойнаған өрмекші адам үйге қайтуға жол жоқ фильміне қатысады. Daily Bugle блогта посттар мен мақалалар жариялайды. Соның ішінде Петро Еуропада жасырын костюм кигенін көрсетті. Өрмекші адамның келесі сериясына қатысты ресми хабарламалар жасалмаса да, оған Симмонстың қатысатыны анық. Жанкүйерлер Sony мен Disney арасындағы айырмашылықты жоқтап жатса, мына жақтан өрмекші адамның Marvel киноәлемінде Симмонстың келесі бөліміне қатысуы жанкүйерлерді қуанту керек. Том Холланд сомдаған өрмекші адаммен бірге қарсыластарын екі киноәлемнен көруге дайын болыңыз. Ендігі кезекте Sony әлеміндегі кек алушыларға тоқталайық. Детектив Патрик Муллиганның Daily Bugle беттерін парақтап тұрған сәтте пайда болады. Бұл Сэм Рамидің өрмекші адам трилогиясына да сілтеме. Дәл осы сәтте біз Муллиган бетті ауыстырғанда Avengers сөзін байқаймыз. Кек алушылар осы ғаламда бар деген ой мазалайтын болар. Өйткені режиссер Энди Серкис фильмдегі кейіпкерлер өрмекші адамның басқа батырларды былай қойғанда, тіпті олардың бар екенінен бейхабар. Фильмде біз Карнаждың ең танымал балалардың бірі Токсин симбиотын көруіміз мүмкін. Өзінің тасымалдаушысын полиция офицері Патрик Муллиганнан тапты. Токсин әкесінің жолы дұрыс емес деп шешіп, Веномның одақтасына айналған.
Болашақта Том Холландтың Питер Паркердің бейнесінде пайда болу ықтималдығын ескере отырып, кейіпкер Sony Pictures'ке тиесілі болғандықтан, Venom фильмінің екінші бөлігі потенциалды кроссоверге негіз бола алады. Максималды Карнаж. Комикс сюжеттік желісі Карнаж Ревенкрофттан қашып, содан кейін Демогоблин, Падал және қосылған өрмекшімен күш біріктіреді. Өрмекші адам, Venom, Жанкешті, Темір жұдырық, От жұлдызы, Морбиус және басқалар пайда болады. Соңында батырлар қаскөйлерді жеңді. Өкінішке орай, қазіргі уақытта Sony Pictures компаниясы бұл оқиға доғасын бейімдеуге дайын емес. Venom жалғасы Sony үшін кроссоверді үлкен экрандағы соңғы мүмкіндігі болмайды. Тағы бір мүмкіндікте Мадам Веб туралы жеке фильм ұсынды. Комикстерде Мадам Веб психикалық қабілеті бар егде жастағы әйел. Ал Өрмекші адам анимациялық сериясында оның кейіпкері бір аттас кейіпкердің әртүрлі нұсқаларын біріктіріп, уақыт әлемін ашқан. Егер Sony олардың назарын Мадам Вебтің анимациялық сериялы нұсқасын аударса, студияда мультисерістің пайда болуының нақты жоспары болады. Мадам Веб өзінің психикалық күшін басқа әлемнің кейіпкерлерімен байланыстыру үшін қолданса, онда Sony әлемінің кейіпкерлерін Marvel кино әлемінің батырларымен біріктірудің кілті болады. Жоғарыда айтылғандай, Venomның 3-ші бөлімінде Мадам Вебтің Marvel кино әлемімен байланысының арқасында 3-ші фильм мультисерісті зерттеу туралы болуы мүмкін. Соның арқасында Том Хардидің Venom жанкүйерлері көптен бері күтіп жүрген Том Холланд сомдаған Өрмекші адаммен кездесе алады. Актер Аарон Тейлор Джонсон Marvel ұсынған Өрмекші адамның жауы Крейвен аңшы фильміне түседі. Бұған дейін Аарон Тейлор Джонсон Marvel кино әлемінде Петроны ойнады. Комикстерде Сергей Николаевич Кравинов орыс ақсүйектерінің ұлы болған. Аңшылық дағдыларынан басқа Крейвен аң аулағанды ұнатады. Фильмнің уақыты 2023 жылдың 13 қаңтарына жоспарланған. Chaos soon come. Is the loneliest number that you ever do.